Балаларға арналған қаржылық сауаттылық сабақтары. Бірінші біздің өмірдегі қаржы. Ақшаға қажеттілік және ақша. Ақшаны қолдану және ақша жинау. Ақшаны ақылмен қолдану. Ақшаға қажеттілік. Бұл тамақ, киім, үй, басқа заттарды алғымыз келген кезде туындайтын қажеттілік болып саналады. Біз күнделікті өмірде қаржы деген ұғымды жиі кездестіреміз. Қаржы француз тілінен аударғанда файнанс, латын тілінен аударғанда файнанс аяқтау, төлем туралы бұйрық, қолма-қол ақша, табыс дегенді білдіреді. Ал ақша дегеніміз бұл барлық тауар құнын өлшейтін жалпыға бірдей айрықша тауар. Ақша бұл тауар айналымының құралы. Тауар мен ақша бір-бірімен бөлінбейді. Себебі ақша болмаса, тауар айналымы да болуы мүмкін емес. Ақшаны қолдану және ақша жинау. Ақшаны біз қалай қолданамыз? Ақшаны күнделікті өмірде тауар алу үшін, керекті дүниелерді алу үшін қолданамыз. Ақшаны кіріс шығыстарға бөлеміз де қалған бөлігін жинаймыз. Яғни ақшаны дұрыс қолдану үшін, ақшаны жинау үшін біз күнделікті өмірде мысалы шығыстар, пәтер ақы жалдауға, коммуналдық суларды төлеуге, тамаққа, жолға кететін шығыстар және тағы басқа деп жатқызуға болады. Ал кірістерге жұмыс орнынан табыс, қосымша инвестиция түсетін табыс, тағы басқа кірістер жатқызуға болады. Ал енді ақшаны жинау үшін кірістен шығыстарды аламыз да қалған бөлігін жинақтаймыз. Яғни бұл дегеніміз шыққан санды ақша жинақтауға саламыз деген сөз. Яғни содан бастап біз ақша жинай бастаймыз. Мысалы, ақша 100% болатын болса, соның 25% шығыстарға, 25% кірістерге, 40% депозитке, 10% қайырымдылыққа жинасақ болады. Бұл ақшаның дұрыс қолдануы деген сөз. Келесі сабақта ақша туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Лайк, подписка жасап қойсаңыздар.